Сәлем достар, сіздермен Әлішер ағайларыңыз. Біз бүгін математикалық сауаттылықтың тағы да бір есебін шығаратын боламыз. Ол есеп мынандай екен. Төмендегі фигураның неше пайызы боялғанын табыңыз дейді. Мына үлкен фигура. Енді осының қанша пайызы боялып тұр, соны табу керек екен. Біз бірінші бұл фигура қанша бөліктен екендігін тауып алайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Яғни фигурамыз 100 бөліктен, яғни 10-ды 10-ға көбейте саламын. Мына былайынан 10, былайынан 10. Яғни барлығы 100 бөліктен тұрады екен. Енді боялған бөліктерін табайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Мына жердегі 10-ы бар 22. Мына жердегі 10-ы бар 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Көрдік па? 38 ұяшық боялған екен, қалған ұяшықтар боялмаған. Яғни 100-де 38, ал 100%-да x пайыз. Мынаны мынаған көбейтіп, мынаған бөлсем, мына 100 бен 100 қысқартты, 38% қалады. Яғни есептің өзі бізге 100 екендігін ыңғайлы қылып берген, процент сырасы таба салсын деп. Есеп түсінікті болса лайк басайық, менің Instagram ВК парақшама арнаға жазылайық. Сіздерге ұбт-да сәттілік тілеймін. Математика сабақтан 20-ға 20 жинаңыз.